Қытайлықтар Астана халықаралық қаржы орталығының акционері болуға және жаңадан құрылатын биржада жұмыс істеуге қызығушылық танытып отыр. Бұл туралы Бейжіңде барған Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Ал аталмыш орталық биылдан бастап құрылады. Сондықтан осы салада көрші елдермен, әсіресе Қытаймен әріптестік орнату маңызды. Келімбетов бірқатар кездесулер өткізді. Соның ішінде Қытай орталық банкі, құнды қағаздарды реттеу комиссиясы мен Жібек жолы қоры және осындағы инвестициялық корпорациясының басшыларымен жүздесті. Сонымен қатар Қытай еліндегі жұмыс сапар аясында Шанхай және Гонконг қалаларына да баруды жоспарлап отыр. Международный финансовый центр Астана. Бірқатар ұйымдар Астана халықаралық қаржы орталығының акционері болуға және биржада жұмыс істеуге ынта білдіріп отыр. Бұл біз үшін өте маңызды. Өйткені біз жергілікті биржалармен бірлесіп жұмыс істейтін боламыз. Бүгінде Шанхай және Гонконг биржаларымен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ біз қытайлық инвестициялық корпорациямен де әріптестік орнаттық. Олар еліміздің қаржы секторына инвестиция салмақ ойлары бар.